Бір адамның кім екенін білгің келсе, қолына билік бер. Адам баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істер де дәл солай кішігірім істен бастау алады. Құрметті менің тыңдармандарым, экранда көрсетілген менің инстаграм парақшама жазылып қойыңыздар. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін неше түрлі десерттер, кез келген мерекелік торттарды әдемі оформлениемен дайындаймын. Алдын ала рахмет. Аяқтан сүрінген тұрып кетер, тілінен сүрінген құрып кетер. Ақылды үйренуді, ақымақ үйретуді сүйер. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Егер де бүгін өте көп тамақ жеп қойсаңыз, ертеңіне аш жүріңіз. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, грек жаңғағын балға араластырып жей беріңіз. Жұмысты жалқауға тапсыр, сонда өзіңе үйретеді. Ашумен істеген іс шығынға душар етеді. Өзгеге иә дер алдында өзіңе жоқ демейтініңе сенімді бол. Бақытты адам кешірімді келеді. Ашулы кезіңде шешім шығарма. Әрқашан адал, шыншыл болыңыз. Сонда өзгелер алдында құрметті боласыз. Есіңізде болсын, сізге берілген уақыт шексіз емес. Сондықтан оны ақылмен пайдаланыңыз. Қандай да бір жетістікке жеткіңіз келсе, дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Мәселені шешудің ең оңтайлы жолы оған басқа қырынан қарау. Шыда деп айту оңай. Өмір бір-ақ рет беріледі, бірақ бізге берілген мүмкіндіктер шексіз. Жамандықты бәрі байқайды, ал жақсылықты санаулылар ғана. Жолыңыз бір болмаса, жоспар жасаспаңыз. Егер сіз өз өміріңізді өзгертетін сол бір жалғыз адамды іздесеңіз, онда айнаға қараңыз. Балдың да уы бар. Елшісі епсіз патшаның бағы жанбас. Рахат іздесең, бейнетінен қорықпа. Қуаныш іздесең, қайғысынан қашпа. Ақыл мен білім төбеңді көкке жеткізеді.